Белгілі қостанайлық фотосуретші Иван Мармалилидің шығармашылықпен айналысқанына 50 жылдан астам уақыт болыпты. Бүгінге дейін Қостанай қаласында фотосуретшінің туындылары қойылған 3 көрме өткізілген. Она включает в себя несколько серий работ. Одна из самых интересных – это, наверное, серия портретов. Бұл көрмеде әртүрлі жанрдағы суреттер қойылған. Мысалы, портреттерге тоқталып өтсек, елімізге еңбегі сіңген біршама адамның бейнелерін көруге болады. Сондай-ақ құрылыс жағын бейнеленген туындылар да қызықты. Айта кету керек, белгілі суретшінің сурет көрмесі еліміз бойынша басқа қалалар ішінен Теміртауда алғаш өткізіліп отыр. Көрмеге фотосуретшінің ерекше түрде орындалған 38 туындысы қойылған. Экспозицияда әртүрлі уақыт аралығында жасалған бейнелер, аяқ астындағы әлем, сәулет, менің отаным торғай, жаз бмнд сериясының суреттері де бар. Меня больше прельщает черно-белая фотография. Она вкуснее, она более выразительнее. Мен өзім ақ-қара түсті суреттерді түсіргенді жақсы көремін. Олар анық әрі қызықтырақ. Түрлі түсті бояулардан қарағанда ақ-қара түс өзіме жақын. Сондай-ақ көрме барысында ландшафттық түсірілімдер, табиғат суреттемелер, сәулеттік композициялар, бейне суреттер, осының бәрін ақ-қара және түрлі түсті суреттерден тамашалауға мүмкіндік бар. Очень красиво, в первую очередь. Өте әдемі сурет көрмесі. Туындыларға қарап отырып таңғалудамын. Өте сапалы түсірілген. Мне понравилось. Маған қатты ұнады, әсіресе табиғатты бейнелеген туындылар. Әр сурет жақсы шыққан. Суретке қарап отырып, сол жерде жүргендей сезінесің өзіңді.